құқық бөлімінің басшысы. Жалпы қазіргі ереже бойынша енді бұның бәрін білеміз. Комиссия өтті. Комиссияда жаңағыдай әлгі эксперттің заключениесі бойынша қарайды. Сосын сіздерге енді қолайлы не деп сіздер ақша сұрадыңыздар. Бірақ ана біздің кешегі жұмыс жасаған сол осы өтемақы төлеу жөніндегі заңдылықта, үкіметтің қаулысында ақшалай беру дейтін жоқ. Бұрын ақшалай беру деген болған, осы 1-2 жылдан бері соны алып тастады. Яғни манағыдай үйдің орнына егер тиісті болған жағдайда үй беру деген. Солай болса екен, сендер қалай? Енді содан біз бірақ жалпы сотқа талап арыз қалай беріледі, сот солай шешім шығарады ғой. Егер жаңағы үйін етпейтін болса, онда ақша сұрап, именді өтемақыны бізге ақшалай берсін деп сотқа беріп қарауға болатын болар деген біз сіздерге кеңес айттық. Бірақ сотқа талап арыз жазылғанда сіздер өтемақы немесе үй деп жазғансыздар. Сол сот сосын қарап, жаңағыдай сіздерге қолайлы шешім шығару жөнінде шешім шығарды да, сосын соған үй беру жөнінде біздер қаржы сұрап облысқа бюджеттік сұраныс жібердік. Енді облыста бюджет нақтылау енді болатын болады. Содан күтіп отырдық. 6 үйге біз 20 миллион теңге ақша сұрап отырмыз. Енді үй... Бұл қайдан беріледі? Үй негізінен Махамбеттен беріледі. Ауданның шегінен. Ауданның шегінен, бірақ біз Кеңөріске апарып оны тағы үй сала алмаймыз қазір. Сол бағытта осы Махамбеттің ішінен салынатын болар, сатып алынатын болар. Сол бағытта біз ақшасын күтіп отырмыз. Жалпы оны сот хабардар біледі. Егер егер соттың шешім бойынша біз Махамбеттен үй берілсе, онда Кеңөрістегі үй сносқа кету керек. Уже сіздікі болмайды. Ал енді үй аварийный деп тұрған жағдайда, оған өтемақы ақшалай беретін болса, онда сіздер соттан маған үй қажет емес, мен мына шешімге келіспеймін, маған мына үй қажет емес, маған осындай ақшасы керек, өтемақысы керек дейтін талап арыз жазу керек болар деп ойлаймын. Сосын сот өзі қарайды, сосын сот шешеді. Мен қазір соттың шешімінде мына кісіге ақшалай өтемақы төленсін деп кәдімгі нақты көрсетілмейді, мен ақшалай төлей алмаймын. Себебі заңдылық солай, бізде солай ғой. Толықтыратыныңыз бар ма?